Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздермен тортты десерт, яғни шоколадный десерт дайындаймыз. Өте оңай, дәмі деген тіл үйретін без муки, без сливки және духовкасыз жасаймыз. Жасалы өте оңай, бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге 100 грамм сливочный масла қажет. Сливочный масламызды, яғни сары майымызды миксермен езіп аламыз. Қыздар, ең басты нәрсені ұмытпаймыз, сары майымыз үй температурасында болу қажет. Ол өте маңызды. Вареный сгущенкамызды аз мөлшерде сала отырып, миксермен жақсылап езіп аламыз. Ингредиентті осы видеоның астына жазып кетемін. Каналымдағы жаңа рецепттерді жіберіп алмау үшін қоңырау таңбасын басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Біздің қоспамыз осындай қоймалжың болып шығады. Екі жүз елу грамм арахисовый жаңғағымызды қосып араластырып аламыз. Қара шоколад және сары май сүтімізді қайнаған суға, яғни қайнаған судың буына ертіп аламыз. Біздің шоколадтарымыз еріді, осындай сұйық болып шығады. Песочный печенье болмаса вискийді печеньені сақтап аламыз. Блендермен сақтасаңыз болады. Мен оқтаудың көмегімен сақтап алдым. Еріген шоколадымызды осы печеньенің үстіне қосып жақсылап араластырып аламыз. Біздің қоспамыз осылай бірігуі қажет. Формамызды салып аламыз. Мендегі форма 20 сантиметр. Бетін осылай тегістеп аламыз. Стакан болмаса пилаймен тегістеп алсаңыздар да болады. Коржымыздың бетіне кремімізді жақсылап салып, бетін тегістеп шығамыз. Негізі екі қабаттап істесеңіздер болады. Осы тура осы ингредиент бойынша. Енді глаузерін дайындаймыз. Шоколадымызды, сары майымызды қайнаған суға, яғни қайнаған судың буына ертіп аламыз. Формамызды айналдыра отыра осылай бетін тегістеп аламыз. Жарты сағатқа болмаса 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Біздің тортымыз дайын.